Сәлем достар, құрметті мен көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын панкейктердің рецептін ұсынғалы тұрмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ол үшін бізге 2 дана жұмыртқа керек. Жұмыртқамызды үлкендеу ыдысымызға жарып аламыз. Және үстінен 140 грамм қантымызды қосып, әппақ көпіршік болғанша миксерлап аламыз. Бұл жерде қол шайқағышпен де шайқауға болады, бірақ ұзақта уақыттарыңыз кетеді. Сол себепті мен электрический миксерді қолдандым. Массамыз әппақ болып көпірді. Енді үстінен 500 мл сүтімізді қосамыз. Менде бұл жерде сүтім 3,2% сүт. Тағы да бір рет біркелкі масса болғанша шайқаймыз. Масса біркелкі болды. Енді үстінен 400 грамм ұнымызды қосамыз. Менде бұл жерде ұн стопудов ұны. Және сол ұнның үстінен 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Ұнды міндетті түрде илеуіштен алдын ала өткізіп алғандарыңыз жөн болады. Сол кезде біздің панкейктеріміз воздушный болып шығады. Ұнды массамызды біркелкі болып шайқап алдық. Түйіршіксіз. Енді үстінен ванилин қосамыз. Мен бұл жерде осындай арнайы кокосовый ванилин қостым. Дәмі ерекше болып шығады екен. Міндетті түрде сіздер де осы кокосовый ванилин қосып көріңіздер. Және 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, массаны біркелкі болғанша тағы да бір шайқап аламыз. Ұнды массамыз біркелкі түйіршіксіз осындай қоймалжың болып шығу керек. Енді пісіре бастаймыз. Мен бұл панкейктерді блиницада пісірдім. Бұл панкейктерді пісірудің еш қиындығы жоқ. Ең бастысы пештің деңгейін теңшеп алу керек. Менің пешімнің ең жоғарғы деңгейі 9-ға дейін, мен 4-те пісірдім. Ең бірінші болып пісіріп тұрсаңыздар, бірден 3-4 қып құймаңыздар. Біреуден бастап көріңіздер. Және сковородкаға май құйып, не майлаудың қажеті жоқ. Видеоға мұқият болсаңыздар, менің табамда ешқандай май жағылмаған. Және панкейктеріміздің формасын келтіріп құйып алғаннан кейін қозғамаймыз. Бетіне осындай көпіршіктер шығу керек. Содан кейін ғана бірақ аударамыз. Менде шамамен 1,5-2 минуттай кетті. Достар, каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін баса кетсеңіздер, ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Ұсынып отырған видеом ұнаған болса, лайктарыңызды басып, төменде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Балаларым шоколадты жақсы көргендіктен мен панкейктердің арасына шоколад қосып көрейін дедім. Бұл жерде мен Нестленің молочный шоколадын пайдаландым. Панкейктердің арасында шоколадым қатты ерімесе де балаларыма ұнады. Әлеуметтік желіде панкейктердің рецебі өте көп, айрамен де жасалады екен. Бірақ өзіме осы сүтпен жасаған рецебім қатты ұнады. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығады. Бастысы пештеріңіздің деңгейін теңшеп алыңыздар. Табаны қатты қыздырудың қажеті жоқ. Қатты қыздырып үстіне панкейктеріңізді құйған кезде